Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Рахматулла. Бүгін Кентау қаласындамыз. Жанбол, неге тротуармен жүрмейсің десең, мұнда тротуар жоқ. Бар болса да қармен баспаған. Қазір кіші Яссауи қаланың ең көп адамды лық толтыратын жеріндеміз. Базарлар, тротуар жоқ, жол ережесін, жол жүру ережесін бұзып жүрсең десеңіз. Сондықтан былай шөп етіп жүруге мәжбүрміз. Менің сұрағым бар. Мақажанов, қалалық әкім Балабиев Талғат, мына базардың иесі, оған қоса қалалық маслихат хатшысы, депутат Керімжан дейма, мына базардың иесі. Біздің депутаттар Кентаудағы біз кәсіпкерлер, кәсіпке жақсы. Ал қала тазалығына келетін болсақ, осындай бір жағдай болып тұр. Бюджетте ақша бітіп қалды ма? Қар, менің білуімше, енді ғана мынанша қар жауып тұр биылдыққа, 20-21 жылға. Тазалап ақшаны бітірдіңдер ма қардан? Әлде 2-3 күннен кейін күн жылыйды ғой, бәрі өз еріп кетеді ғой деп күтіп отырсыңдар ма? Мақажанов, Балабиев, Керімжан дегендер. Қашан тазалайсыңдар мынаны? Мынау не сұмдық? Мына жерден қазір адамдар өтіп жатыр, еріп үстіне түсетін болса не болады? Сендер мұнда жүрмейсіңдер ме әлде? Өз базарларыңа келмейсіңдер, көмекшілерің жүресіңдер ма? Хатшыларыңды? Білмеймін, мына сұмдықты не деп атауға болатынын. Міне, кетіп бара жатырмыз. О, анаң шылқыдық. Шөкеев, мен сені іскер адам ретінде қабылдайтынмын. Сенсең де, сенбесең де, қаншалықты Назарбаевтың иті болсаң да, мен сені жұмысқа келген кезде нақты, жауапты, тиянақты адам деп ойлайтынмын. Бірақ та мына ісің болмады. Мақажановты қойған қалалықтарға мүмкіндік бермейді. Президент әкім таңдауға сен мүмкіндігің бар. Әкім таңдауға қалалық, аудандық, ауылдық. Мынандай адамды таңдағаныңа кентаулықтар саған рахмет дейді. Керісінше да кекету ғой, түсінесің ғой. Мына қармен айналысатын адамдар бар ма қалада? Тірісіңдер ма? Жылы үйден шыққыларың келмей жатыр ма? Дәл есіп кете береміз. Мына жағы әлі Балабиев Талғат дегеннің депутаттардың арасындағы үлкен хатшысының базары. Мына қалаға қарайтын жол ма? Кіші Яссауи деп ат қойдым. Көшенің атын білмеймін, өйткені ар жағында үлкен Яссауи. Әлде жекеменшік жер ма мынау? Қалада жекеменшікте мұнда жұмыс істемегені көрініп тұр. Қар үст жату керек па? Еріп балшық болып адамдарға кедергі етіп, күн суысанан бәрі мұз болады, көктайғақ болып, бастары жарылып жатсын дейсіңдер ме адамдардың? Балабиев, базар сенікі, жолда сенікі ма? Тазала, жекеменшігің болса. Ал егер қалалық болатын болса, ол кезде ол да сенің міндетің емес па? Қалада тазалықты сақтауды, қаланы әдемі етіп сақтап отыруды. Уәде берген жоқсың ба әлде? Уәде бермей облыста қаған арқылы кіре салдың ба депутатыққа? Мына қанша метр жүрсек те, шақырым жүрсек те, дәл осындай жол. Мен арнайы бір жерге келіп, бір жолдың ашар жеріне әдейі келіп түсіріп жатыр деп ойлап қоймаңыздар. Осылай кете береміз, бітпейді. Мен бұл қар негізінде арғы жұма сенбі күндері жауған, бүгін сәрсенбі. Дәл сол күн келмеген себебім жығылғанға жұдырық болмайын деп, сүрінгенге күлмейін деп, сендерге уақыт берген болатынмын. Қар толық жауып бітсін, сосын жұмысына кірісер деп үміттендім. Ал сендер Балабиев, Мақажановтар, арам тамақтар,
Базардан келип аренда алууду билесиңдер. Ал калалыктарга мындай былык жасап отсуңдар. Шүкеев, көрсөт кандай адам экениңди. Bir шара колдан, мына жер тазалансын, ертең тағы да келип көрөм.